Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен авиация колледжінің химия пәнінің оқытушысы Ашықбаева Әсем Қазбекқызы боламын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қанықпаған көмірсутектер, алкендер, олардың құрамын, құрылымын және гомологтары мен изомерлерін зерттейтін боламыз. Сондай-ақ олардың физикалық күйі қандай, химиялық қасиеттері және қолдану аясы зерттейтін боламыз. Жалпы енді алкендер бізде қанықпаған көмірсутектерге жатады, біз білетіндей. Алкендер құрамында қос байланысы бар. Бұл олардың құрамына сутек атомдарын қосуға мүмкіндік береді. Алкендердің жалпы формуласы CN-H2N. Алкендердің алғашқы өкілі ол этилен молекуласы C2H4. Этилен молекуласын біз қарайтын болсақ, мына жерде кеңістіктегі түрі берілген, құрамындағы мысалы көміртегі мен сутегі арасында байланыс бұрышы 121,7 градусқа тең болады этилендікі. Ал пропендікі байланыс бұрышы 124,7 градусқа тең болады екен. Енді алкендердің алғашқы 4 өкілі бөлме температурасында газ күйінде кездессе, қалған өкілі 17 көміртекке дейін сұйық күйінде кездеседі екен. Ал қалған заттар қатты заттар болып кездеседі екен. Енді кейбір алкендердің физикалық қасиеттерін қарастыратын болсақ, IUPAC атауы бойынша, мысалы этилен молекуласының құрылымын қарасақ, бір қос байланыс бар, CH2, балқу температурасы -104 градуста балқиды, қайнау температурасы -169 градуста, тығыздығы 0,138 грамм миллилитрге тең екен. Жазып алсаңыздар болады. Ары қарай енді қос байланысын құрылысын қарастырсақ алкендердің, алкендердегі екі көміртек арасында қос байланыс бір күшті сигма байланыс мен бір әлсіз пи байланысқа тең. Қос байланыс ұзындығы дара байланысқа қарағанда қысқарақ болады. Дара байланыс дегеніміз ол тек бір байланыс. Мысалы алкандарда біз білеміз. Сигма байланысы үшін энергия байланысы 397 килоджоуль моль болса, ал пи байланыс үшін ол 284 килоджоуль мольге тең болады. Сондықтан алкендер пи байланысы болу есебінен қосылу реакцияларына ұшырайды. Жақсы, мына жерде мысалы пи бұлттарын қарастырсақ болады, арасындағы байланыс ұзындығы сіздерге көрсетілген, пи бұлттар арқылы. Енді алкендердің номенклатурасы. Алкендерді IUPAC ережелері бойынша былай атайды. IUPAC дегеніміз біз білеміз, халықаралық жүйе. Біріншісі қос байланыс бар ең ұзын тізбекті таңдап аламыз. Сонына жалғанатын жалғауы ең. Мысалы, алкандарда ан болса, алкендерде ең. Екіншісі көміртек атомдардың ең ұзын тізбегін нөмірлейміз, тауып мысалы тізбекте. Қос байланыспен байланысы бар төменгі нөмірлі көміртек атомын табамыз. Жалғанған функционалды топтарды табамыз. Егер болатын болса, мысалы біз білеміз, функционалды топтар қандай? Спирттердікі, альдегидтердікі бар бізде. Бекітілген функционалды топтардың атаулары мен ең ұзын тізбекті біріктіріңіз. Осы ережелерге сай номенклатурасын жазамыз. Құрметті студенттер, қарайтын болсақ, бірінші мысалға алкенді IUPAC бойынша атаңыз. Бізге құрылымдық формуласы берілген, көміртегі атын қаңқасымен жазылған. Шешуі, мысалы, мына жерде қараймыз. Қос байланыспен байланысқан көміртектер төмендік сандар беру үшін тізбек 10 жақтан нөмірленеді. Ол дұрыс. Себебі бұл жерде радикалға жақын болады. Радикалға жақын болғанда біз алкандарды қараймыз. Алкандарда қос байланыс жоқ. Ол кезде бізде радикалға жақын тізбектен бастап біз нөмірлейтін едік. Ал бұл кезде алкендерде бізде қос байланысы бар. Қос байланыс соңында, оң жағында. Яғни ең бірінші қос байланыс жақын тізбекті таңдаймыз. Сонда оңнан солға қарай біз нөмірлейді екенбіз. 1, 2, 3, 4. Және де біз қараймыз. Атау беру үшін ең бірінші радикалдың нөмірін қараймыз. Қай тізбекте орналасқан? Бұл жерде радикал бізде 3 тізбекте орналасқан. Қандай радикал? Метил радикалы. Сонда жазамыз 3 метил бутен. Және де сызықша 1.
яғни бүтін бір, бірден кейін қос байланыс жазылған, яғни бар деген сөз, иә? Жақсы. Екінші мысалымызды қарайтын болса, төмендегі заттардың сигма және пи байланыстарының санын көрсетіңіз. Жақсы. Бірінші бізге берілген бутен 1 молекуласы, міне бутен 1, иә, молекуласы берілген 4 көміртегі атом бар, иә, бір оннан солға қарай нөмірленген, себебі қос байланыс бар. Жақсы. Енді санаймыз, қанша сигма байланыс бар, қанша пи байланыс бар. Сигма байланыс бізде бір дара байланыс. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, міне 9, 10, 11. Шешуі дұрыс. Бірінші бізде молекулада 11 сигма байланыс бар екен, және бір пи, міне қосарланған қос байланыс, иә? Өте дұрыс. Екіншісі 2 метил пентен 1. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Міне ұзын тізбекте 5 көміртегі, яғни пентен, иә, және де 1 делінген, иә. 2 метил, яғни екінші тізбекте радикал бар деп айтылған, иә. Бұл жерде қанша 17 сигма байланыс болады, және бір мынау пи байланыс болады, қос байланыс. Үшінші 2 метил бутен 2. Бұл жерде бізде бутен 4 көміртегі ұзын тізбекте 1, 2, 3, 4. Бутен 2. Яғни бұл жерде қай жақтан бастасақ та нөмірлеуді ешқандай несі жоқ. Яғни біз оң жақтан да бастай аламыз, сол жақтан да бастай аламыз, айырмашылық жоқ. Енді бұл жерде қос байланыс екінші тізбектен кейін орналасқан, яғни сол тізбекте радикал бар. Иә? Санаймыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 сигма байланыс бар, және бір қос байланысы, пи байланысы бар екен. Жақсы. Енді құрметті студенттер, бекіту тапсырмаларын орындайтын болсақ, өздік жұмысы студенттердің. Жақсы, рахмет назарларыңызға. Келесі кездескенше.